18 мамыр күні басталатын Алматы жастарына арналған жеңілдетілген бағдарламаға біз қай сайт арқылы өтінім береміз. Қазір мен сіздерге көрсетіп шығатын боламын. Мына жоғарыда мен уже браузерге енгізіп қойғанмын. almatijastari.kz ағылшынша әріптермен набирать етеміз, тереміз. Одан кейін бұл сайтқа кіріп өтінім беру үшін сізде міндетті түрде электронды цифрлы қолтаңба болуы керек. Өтінім беру немесе кіру батырмасын бассаңыз, сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізге электронды цифрлы қолтаңбаңыз арқылы кіретін боласыз. Міне, мына страница ашылғаннан кейін сіздерде барлық ақпаратты алуға мүмкіндік бар. Бұл жерде жеңілдетілген бағдарламаның негізгі шарттары, сіздің іс-әрекетіңіз, қандай құжаттарды тапсырасыз және сізге қандай талаптар қойылады. Сондай-ақ сіздің тапсырған құжаттар негізіңізде сіздің балыңыз қалай есептелінеді. Барлық ақпарат осы жерде берілген. Егер сіз жоғары балл жинап өтетін болсаңыз, сізге яғни направление жолдама берілсе, сіз оны жеке кабинетіңізден аласыз. Жолдама алғаннан кейін сіздің әрекетіңіз қалай болады? Егер сіздің құжатыңыз қабылданбаса, не себепті және қандай тізімнен көре аласыз? Оның барлығын сіз даже қосымша тізімге, резервке енгізілсеңіз де осы жерден толық ақпаратты ала алатын боласыз. Ал қазір біз қандай құжаттар тапсырамыз? Мен соған тоқталып өтейін. 18 мамыр күні басталған кезде сіз өтінім беру деген батырманы басып, жеке кабинетіңізге электронды цифрлы қолтаңбамен кіресіз. Одан кейін сізге қандай құжаттар жинау керек? Басамыз, мына сізге тізім берілген. Оның ішінде өтініш үлгісін жүктеу. Бұл жерде арнайы үлгі берілген. Сіз тек осы форманы шығарып алып, сізден сұраған ақпараттарды енгізесіз. Ол жерде тек сіздің құжат бойынша аты жөніңіз, тұрғылықты мекен жайыңыз және толтырған күнді жазасыз. 18 мамыр күні болса, және астына өзіңіздің қолтаңбаңызды қойып, бұл өтінішті сканерлеп, сол жеке кабинетіңізден өтініштің орнына жүктейсіз. Келесі сізден сұрап тұрған құжат, бұл жерде сканерленген куәлік, яғни некеде болсаңыз, некеге тұрғаныңыз туралы куәлік және әр балаңыздың туу туралы куәлігін сканерлеп саласыз. Одан кейін сіз үкімет веб-порталынан алатын электронды, сізге отбасы мүшелерінің әрбір мүшесіне мүлігі жоқ деген анықтама. Бұл анықтаманы егер 18 күні құжат тапсыратын болсаңыз, сіз сол күні алу керексіз. Себебі бұл анықтама бір күнге ғана жарайды. Және сіз бұл анықтаманы Алматы қаласы болмаса Астана қаласы деп тұрғылықты мекен жайыңыз емес, тек Қазақстан Республикасы бойынша ғана аласыз. Мына сайтта көрсетіліп тұрған EGOV.kz батырмасын бассаңыз, сізге бірден электрондық үкімет веб-порталынан шыға келесіз. Одан кейінгі дәл осылай электронды үкімет веб-порталынан зейнетақы аударымдар туралы анықтаманы аласыз. Ол жерде 1 жыл деп тұр. Сіз бұл сайтқа кіріп, аралықты өзіңіз таңдайсыз. Және сіздің жұмыс орныңыздан анықтама жұмыс істейтіндігіңіз туралы, оның да арнайы үлгісі берілген. Сіз анықтаманы алмас бұрын осы үлгіні ашып, дәл осы үлгіге сәйкес келетіндей қылып жаздырып алсаңыз болады. Анықтаманың шығыс номері, анықтаманың берілген күні, уақыты көрсетілу керек және исходящий номер берілу керек. Дәл осы текстпенен жаздырсаңыз, сіздің анықтамаңыз дұрыс шығады. Және сіз бұл жерде сіздің еңбек өтіліңіз балл болып есептелінетіндіктен де сіз еңбек кітапшаңыздың сканерленген нұсқасын жүктеу керексіз. Егер сіздің еңбек өтіліңіз көп және еңбек кітапшаңыз бірнеше беттен тұратын болса, сіз еңбек өтіліңіз дұрыс есептелінуі үшін еңбек кітапшаңыздың әрбір бетін сканерлеп саласыз. Ол бір құжат болып жасалыну үшін PDF форматта сканерлегеніңіз жөн. Барлық құжаттарды жүктеп болғаннан кейін жеке кабинетіңізден сіздің электронды цифрлы қолтаңбаңыздың екінші кілтіменен
яғни RSA деп аталатын пароліңізді енгізіп өтінімді жібересіз.